Сәлеметсіздер ме? Мен Ақтөбе қаласындағы номер 19 орта мектебінің 3А сынып оқушысы Уаныкова Айлинмін. Бүгін мен сіздерге қолда бар заттардың көмегімен гүл жасауды көрсететін боламын. Гүл жасау үшін бізге 3 дана сары және 3 дана қызыл түсті пакеттер, 3 дана А4 қағазы, жасыл түсті қағаз, қайшы және 2 жақты скотч қажет болады. Бұл заттардың көмегімен біз 3 дана гүл жасаймыз. Ең алдымен қызыл түсті 2 дана пакетті алып, бір-біріне салып, 4 бұрыш болу үшін пакеттің тұтқаларын және тігіс жерін қайшымен қиып алып тастаймыз. Одан соң пакеттерді ашып бір-біріне салып бүктеу қажет. Бүктелген пакеттің ортасынан пакет қиындысымен байлаймыз да 2 шетін қосып айнала қиып шығамыз. Пайда болған гүл жапырақшаларын ашып аламыз. Міне бізде керемет жайқалған гүл пайда болды. Сабағын жасау үшін А4 қағазын бір бұрышынан бастап орап шығамыз. 2 жақты скотчтың көмегімен жабыстырамыз. Дайын болған сабақты гүлге 2 жақты скотчпен бекітеміз. Екінші гүлді жасау үшін 2 дана сары пакетті алып, бір-біріне қосып пакеттің тұтқалары мен тігіс жерін қайшымен қиып тастаймыз. Пакеттерді ашып бір-біріне салып бүктейміз. Бүктелген пакетті ортасынан байлап, 2 шетін қосып айналдыра қайшымен қиып шығамыз. Жапырақшаларын ашып аламыз. Дайын болған гүлге сабағын бекітеміз. Үшінші гүл 2 түсті пакеттен жасалады. Ол үшін сары және қызыл түсті пакеттерді алып, екеуінің көлемі әр түрлі болғандықтан сары түсті пакетті өлшеммен қиып дайындап аламыз. Бірінші гүл сияқты қиып жасаймыз. Сабағын бекітіп, жасыл түсті қағаздан жапырағын жасаймыз. Ол үшін жасыл қағазды 2-ге бүктеп, көзбен жапырақты қиып аламыз. 2 жақты скотчтың көмегімен гүлдің сабағына жапырақтарды жабыстырамыз. Осылайша 3 түрлі керемет гүл шықты.